Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің дәрістік тақырыбымыз жер қойнауын және қоршаған табиғи ортаны қорғау, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін экологиялық негіз, халық пен персоналдың қауіпсіздігі. Лектор Исатаева Фарида Муратовна. Пәннің мақсаты студенттерге жер қойнауын пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерінің арақатынасын, олардың жеке немесе жиынтық заңды жауапкершілігін бөлу, жер қойнауын ұтымды пайдалану және қорғау қағидаттарын және жер қойнауының мемлекеттік инспекциясы үшін қажеттерді білу. Бүгінгі дәрістік сабағымызда қаралатын сұрақтар: жер қойнауын және қоршаған табиғи ортаны қорғау, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізу үшін экологиялық негіз, халық пен персоналдың қауіпсіздігі. Заңның 9 бабы 47, 53, 48-1, 52-1 тармақтарында жер қойнауын және қоршаған табиғи ортаны қорғау мәселелеріне арналған жер қойнауын қорғау халықтың өмірі мен денсаулығын қорғауға, пайдалы қазбаларды ұтымды және кешенді пайдалануды қамтамасыз етуге, жер сілкіністерін, көшкіндерді, топырақтың шөгуін және тағы басқаларды болдырмау мақсатында жер қойнауының жоғарғы бөліктерінің табиғи ландшафттарын энергетикалық жай-күйін сақтауға бағытталған іс-шаралар жүйесін қамтиды. Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде жер қойнауын қорғау тәсілдері Қазақстан Республикасында пайдалы қазбалар, мұнай, газ, жер асты сулары, кен орындарын игеру кезінде жер қойнауын қорғаудың бірыңғай қағидалары Қазақстан Республикасы үкіметінің 7 шілдедегі 99 жылғы нөмірі 10-19 қаулысымен бір іздендірілген. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезіндегі жалпы экологиялық талаптар. Бұл талаптар келесісі: жер бетін сақтау, жердің техногендік шөлейттеуінің алдын алу, бұзылған және иеліктеген шығарылатын жерлердің аумақтарын қысқарту, топырақтың жел эрозиясын, аршылған жыныстардың үйінділерін, өндіріс қалдықтарын, олардың тотығуын және өздігінен жануын болдырмау, сіңіргіш және тұщы су горизонттарын, олардың ластануын болдырмау үшін оқшаулау, жер асты суларының сарқылуын және ластануын болдырмау, жуу сұйықтарын өндіруде улы емес реагенттерді қолдану, бұрғылау ерітінділерін тазалау және қайта пайдалану, бұрғылау және жанар-жағармай материалдарының қалдықтарын экологиялық қауіпсіз тәсілмен жою, мұнай кәсіпшілігі ағындарын тазарту және қайта пайдалану. Қоршаған ортаны қорғау туралы заңның 46 бабына сәйкес жер қойнауын пайдалану жөніндегі жобалау алдындағы және жобалау материалдары осы жұмыстардың қоршаған ортаға әсеріне міндетті бағалаудан өтуі тиіс. Мұндай бағалау құжатталған. Қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу тәртібі экологиялық сараптама туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 18 наурызындағы нөмір 85 заңымен айқындалады. Бағаланады. Біріншісі, жоспарланған қызметті жүзеге асыру орны бойынша қоршаған ортаның жай-күйі. Екінші, осы қызметтен бас тартуды қоса алғанда қызметті жоспарлау мақсаттарына қол жеткізудің баламалы нұсқалары. Үшінші, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму перспективалары. Жер қойнауын қорғаудың негізін жер қойнауын пайдалану объектілерін геологиялық, гидрогеологиялық, экологиялық, инженерлік геологиялық және технологиялық зерттеудің толықтығы мен дұрыстығы құрайды. Жер қойнауын қорғау саласындағы талаптар 49 бап. Жер қойнауын пайдаланушы өзінің күнделікті қызметінде басшылыққа алуға тиіс нақты салалық талаптар болып табылады. Талаптар жер қойнауын озық геологиялық зерттеу қажеттілігінен, кен орны мен жер қойнау учаскесі бойынша пайдалы қазбаның мөлшері мен сапасын сенімді бағалау үшін осындай зерттеудің жан-жақтылығы мен толықтылығынан туындайды. Жер қойнау ресурстарын ұтымды және кешенді пайдалану, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың барлық кезеңдерінде қамтамасыз етілуі тиіс. Мемлекеттік геологиялық бақылауға келесідегілер жатады. Біріншісі, өндіру процесінде пайдалы қазбаларды алудың толықтығы үшін. Екінші, жер қойнауында алынатын және жасалатын негізгі және ілеспе компоненттердің қорларын есепке алудың дұрыстығына. Үшінші, жер қойнауын су басудан, өрттен және басқа да стихиялық факторлардан қорғауға. Төртінші, жер қойнауының ластануын болдырмау үшін. Бесінші, соңғысы, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқтата тұрудың,
тоқтатудың, кен орындарын игеру объектілерін консервациялау және жоюдың белгіленген тәртібін сақтауға. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі жауапкершілікпен көзделеді. 140-141 беттерден қараңыздар. Ерекше экологиялық, ғылыми, мәдени және өзге де құндылығы бар жер қойнау учаскелері шаруашылық қызметтің құқықтық режимі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар болып табылады. Мұндай аумақтарға ерекше экологиялық, ғылыми, мәдени немесе өзге де құндылығы бар жер қойнау учаскелері жатады. Бұл жергілікті және республикалық маңызы бар бірегей геологиялық, геоморфологиялық, гидрогеологиялық, археологиялық нысандар болуы мүмкін. Бұл учаскелерді басқаша қажеттіліктер үшін алуға тыйым салынады. Аумақты жобалау және салу кезінде сараптама жүргізіледі және алдағы құрылыс учаскесінің астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың болмауы немесе олардың шамалы болуы туралы жер қойнауын пайдалану және қорғау жөніндегі мемлекеттік органның қорытындысы беріледі. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде халық пен персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Сондай-ақ авариялардан, жазатайым оқиғалардан және кәсіпті аурулардың алдын алуға және оларды жоюға жауапты болады. Егер олар адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін болса, операцияларды жүргізуге тыйым салынады. Жер қойнауын пайдалану кезінде техникалық қауіпсіздік және өнеркәсіптік санитария жөніндегі қағидалар мен нормалардың сақталуын мемлекеттік бақылауды арнайы уәкілетті атқарушы органдар жүзеге асырады. Бірінші, төтенше жағдай министрлігі өткізеді. Жобалау сметалық құжаттаманың сараптамасы, оның ішінде кен орындарын, көмір, тау, кен өнеркәсібі, мұнай, газ, геологиялық барлау, магистралдық мұнай, газ өндірушілерді геологиялық маркшедлік бақылауға, игеруге арналған техникалық жобалар. Келесі, объектілерді салуға арналған алаңдарды таңдау жөніндегі комиссияларға қатысады. Тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарларын қайта келісу. Кәсіпорындарды жобалауға, салуға, реконструкциялауға, кен орындарын, горизонттарды, пайдалы қазбаларды өндіру учаскелерін игеруге арналған тапсырмаларды келісу. Барлық мақсаттағы ұңғымаларды жоюға және консервациялауға дайындауда кеңес беру және әдістемелік көмек көрсету. Ұңғымаларды басқа көкжиектерге ауыстыру бойынша, материалдар жасау бойынша консультациялар. Кәсіпорынның балансынан көмірсутек шикізатының қорларын есептен шығаруға арналған материалдарға шолу. Мұнай, газ, газ конденсаты және кен орындарын кәсіпшілік игеру үшін беру жөніндегі материалдарды дайындауға сараптама және әдістемелік көмек. Магистралдық мұнай, газ құбырлары объектілерін тексеру, іске қосу объектілерін тексеру. Екінші, санитариялық, эпидемиологиялық қызмет кәсіпорындардың, лауазымды адамдардың және азаматтардың санитарлық қағидалары мен нормалардың, гигиеналық нормативтердің орындалуын бақылауды жүзеге асырады. Қолайсыз факторларды жою жөнінде шаралар қабылдайды. Үшінші, экологиялық бақылау зерттейді. Бұған кірме жолдарды төсеу, жабайы табиғат пен жануарлардың мекендейтін жерлерін қорғау, отынды сақтау және тасымалдау, қалдықтарды кәдеге жарату, рельефті сақтау және тағы басқалары. Осы өткен дәрістік тақырып бойынша бақылау сұрақтары берілген. Бақылау сұрақтарына жауапты университеттің сайтына жүктейсіздер. Мұнда дәрістік сабақты дайындауға арналған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.